Assalamualaikum құрметті көрермендер. Алматы қаласында ауа райы өзгеріп тұрыпты. Алда жаңбыр жауған, бірақ кейін осындай жел тұрып жатыр. Біз Алматы қаласындағы Сәлем деген базарда және осы жерде сіздерге Қазақстан Республикасының көптеген жерлеріне осындай әртүрлі хабарлар жіберіледі. Әртүрлі группаларда заттар салынады, заттар арқылы осындай мінекей фураларға зат жіберіледі. Мынандай мотолар басқа базарлардан осы жерге әкеліп, осы жерге тапсырады, қолына қағаз жазып береді. Ал мынаның ар жағында пойызбен жіберетін болсаңыздар, сол пойызға кететін жүктерді қабылдайтын жер. Сол темір жол арқылы жіберіледі. Бұл фуралар өзі Барыс және Сәлем базарларда тұрады көбінесе, көп фуралар. Жаңағы айтып өткен жерде темір жол арқылы, ал мынау фуралары мынандай газельдер де бар. Мына базардың ар жағында жолда тұрады, оларға алып кетеді. Қазір сіздерге поштамен жіберетін жерді көрсетіп өтемін. Және де жолдың ар жағында самолетпен де жіберсе болады. Енді ол кімге қалай? Негізі сол темір жол, жаңағы фуралар, автобус, газель, самолет, темір жол сол арқылы кетеді. Егер кімде мына үйге керекті, қажетті әртүрлі заттар болса, өздеріңіз сол группалардан көресіздер де, сол арқылы заказ етсеңіздер, сол заказды жібереміз. Өздеріңіз сол группадағы осы зат керек деп жазасыздар, сол бойынша сіздерге сол заттарыңыз жаңағы айтып өткен фуралар арқылы, автобустар арқылы жетіп барады. Жолға енді ол несіне қарап төлеп аласыздар, затыңызға қарап. Енді кішкентай зат болса арзанырақ болады, мысалы көбірек деп зат болса көбірек төленеді. Қазір жаңағы айтып өткендей, осы базардың ар жағында да фуралар тұрады, автобустар тұрады. Автобустың багажына салсаңыз, сал жібер десеңіз, сол багажына да салынады. Ал мынау пошта осы жерге келіп, осы жерде әкеп тастап кетеді. Өздері өлшеп, осы жерде жіберіп отырады. Қазына жағын көрсетіп өтемін. Жаңа автобустарды, самолетті қабылдайтын жер, самолеттен егер жіберетін болсаңыздар. Мына жерде шаш алатын жері бар.
бұл Сәлем базары. Қазір көбісі солай үйінде отырып, керекті қажетті заттарын алып жібере берсе болады. Орап, жаңа айтқан қораларға салып жіберді. Қораларға кетіп жатыр, келіп жатыр. Мына осының бас жағында жаңа самолет, жүктерді самолеттермен қабылдайтын жер. Ал мынау Фура мінекей. Осындай нөмірлері бар мінекей. Осындай нөмірлеріне Алматы Түркістан Кентау солай өзі нөмір береді. Сол нөмір бойынша қабылдап алады. Астана не керек десең мынандай жіберіп жатыр. Қараңыздар. Мынандай ораған. Мында адрес жазған. Мына Қызылордаға барады екен. Осылай жіберіп жатыр. Көрдіңіз бе, адресі бар, еще мынандай ораған, осылай жібереді. Қызылордаға кетіп жатқан екен. Мына жақта автобус, мынау Фура, мынау Фура тоже осылай жібереді. Ар жағында автобустар тұр, көрген болсаңыздар. Сол заказ бойынша міне осылай жібереміз. Егер кімде-кім сауда жасайтын болса, немесе өздеріне қажетті заттар алатын болса, осы менің осы видеоның астына жазыңыздар. Мен сіздерге группалардың нөмірін жазамын. Кейін сол арқылы сол группаға кіресіздерді, сол группаға кіргеннен кейін товарларды, қалған товарларыңызды жібереміз. Ол группада сол бағалары тұрыпты, қаншадан, сол бойынша өздерінің қалаларындағы базарларыңыздағы бағамен салыстырып көресіңдер, немесе содан кейін айта бересіздер. Сондай нәрсе бізге керек. Мынандайлар жіберсе болады міне. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.